Сізбен біздің тойымыз деп білем, бірақ енді Айболат енді қазіргі таңда бүкіл Батыс Қазақстан облысына ортақ бір ірі тұлғаға айналды. Мынау енді мен Айболатпен біраз болды енді араласатыныма. Шын мәнінде ол ағам дейді, ағам десе дейтін жөні бар. Айболаттың туған ағасы Әділхан менің кластасым болады. Бір ауылданбыз, бірге Былайшықанда енді арамыз бар жоғы 5 жас қой енді. Көз алдымызда бәрі. Қалай өсті, қалай өнді. Жаңа айтқан Шалқар жақсы айтып кетті. Бірақ Шалқар мына келген қонақтардан ұят болмасын. Бір қонағымыздың былайшықанда таныстырылымы дұрыс болмай қалды. Жібек ханым мына тұрған. Сонау Түркістанда облыстық деңгейде бір білдей бір мекеменің басшысы. Сондықтан оны тек қана блогер екендігін айтып, мекеме басшысын енді тек қана жеткіліксіз бар деп ойлаймын. Сол арнайлап сонау Түркістаннан ұшып келіп отыр. Бүгін қарсылап алдық әуежайдан. Сонымен қатар бірінші кезекте мына Алматыдан келіп отқан Айыз қарындасым, қасында құрбысы бар деп түсіндім мен. Құралай апамыз, енді біз сырттан танимыз, сырттай. Сізді енді сонау Қызылордадан біздің әріптесіміз деп білеміз. Осы соңғы сайлауда жетістікке жетіп, жеңіске жетіп, сонша жерден арнайлап келіп тұрған сіздерге бірінші кезекте мен алғысымды білдіргім келеді. Айболат енді өзі ағам дейді, Айболаттың ағасы ретінде бір сіздерге бір алғыс айтып қояйын деген ойым. Енді Айболатты мен өзім ойлаған кезде мына әсіресе келген қонақтарға бір құлақ қағыс болсын. Біздің батыстың даласында кезінде мына кеңес үкіметіне қарсы күрес біраз тұлғалар болды. Соның ішінде елге, халыққа бір көбірек таныс екі тұлға болды. Қоныскерей деген болды, Банда Аманғали деген болды. Бұл енді Банда Аманғали дегенге халық бір жек көргендіктен Банда атанған жоқ. Үкімет Банда деп ат қойды, бірақ біздің Батыс Қазақстандағыдан, мынау батыстың өңірінің азаматтарының түсінігінде Банда деген сөз батыр болып естілетін біздің құлағымызға. Сол Банда Аманғалидің өлеңінде мынандай бір жолдар бар. Ел ішінде бір тентек жүрмей ме екен, бәрің бірдей соңыма неге түстің деген. Байболат сол аталары сияқты осы ел үшін қарапайым қазақ, қарапайым өзінің бауырлары үшін жүрген бір тентек арамыздағы. Жақсы мағынада тентек. Жаңа айтқанда Банда Аманғали деген кезде, Батыр Аманғали десек, тентек Айболат деген кезде біз жақсы мағынада қолданамыз. Осындай бір енді азаматымыз арамызда жүрген, енді ол заман бөлек болатын, қазіргі заман Құдайға шүкір өз тәуелсіздігіміз, өз қолымыз, өз аузымызға жетіп, енді ешкім бүкіл ел болып Айболаттың артына түсіп жатқан жоқ. Айболаттың мінекей оның бір дәлелі осы жерде отырған қаншама елдің жақсылары мен жайсаңдары осы жерге келіп отқан. Сонау Алматыдан, Қызылордадан, Түркістаннан келіп жатқан, Атыраудан келіп жатқан мына қонақтар. Яғни біз енді бір кездегідей емес, өзіміздің тентегімізге өзіміз қорған бола алады екенбіз, қолдай алады екенбіз керегінде. Осындай сәтте, осындай кезде жаңа Шалқардың айтып жатқан дұрыс. Осындай кезде айтпағанда қай кезде айтасың? Сондықтан да Айболат бауырым, осы қалпыңнан танба, осы бастамаларының бәрі де демей қояйын, басым бөлігі енді ел үшін, халық үшін, бәріміз де пендеміз. Енді Айболаттың да қателесетін, жаза басатын жерлер болуы мүмкін, бірақ ең бастысы оның елге деген, халыққа деген жүрегі тап-таза. Оған енді мен қанша жылдан бері қасында бір жанашыр ағасы ретінде жүрген азамат ретінде 100% кепілдікпен айта аламын. Сондықтан әрқашанда кім қандай жағдайда болмасын, қандай биіктікке көтерілмей, қандай деңгейге бармайық, біз өзіміздің жерлес ініміз Айболатты осылай қолдап, қолпаштап, әркез қасынан табылатын боламыз. Сондықтан енді жаңа өзің сөзіңді айттың ғой, қамал алатын қырыққа келіп жатыр деп. Сен енді қамал алатын жөн екен деп басқа бір жағына кетіп қалып жүрме енді. Қамал алудың жөн осы екен деп басқа бір жаққа шабуыл жасап кетіп жүрме енді. Оның енді басқа мағынасын түсінетін шығарсың енді. Сондықтан мынау келінімізбен әп-әдемі өзіміздің қызымызбенен бір осылай әрі қарай енді өсіп өне беріңіздер. Той тойға ұласын, қуаныш құтты болсын.